Бәріне сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде 5 наурыз. Неге бара жатырмыз? Қордайға. Пиндоододан Алидаға көйлек бергем, келмей қалыпты. Енді ертең утренник соған ақ көйлек алуға кетіп бара жатырмыз. Енді қандай көйлектер бар екен көріп келеміз барып. Сонымен Қордайға барып келдік. Алған заттарға обзор. Мына жерде 2 бездрожжевой нан алдым. Май, албаса, мынау трубочки. Сүтке қосып пішкенге, ішінде мындай клубничный шоколад алдым. Бал алдық, кетчуп, мынау чипсы. Чипсы, балдырлардан істенді. Мынандай печенье, шоколад пен балық рецепті. И мынандай бірақ сыр алып салдым. Бәрібір мынандайын аласың, 1000 теңге мынандайын аласың. 670 теңге, бірақ 4700 теңге болды. Екеуіне черешкі, мынандай салаттар базардан алдым. Грибами, мынау салат крем. Содан кейін тағы да хостовардан салфетки мынау. И мынандай зубная паста. Мына жерде балық, филе, судақтың 2 килограммдай алдық. Болып тұр, енді морозилке салу керек. Бұны бүгін пісірмаймын. Солай. Содан кейін қызға көйлек алдық. Көйлекті жуып тастадым. Кішкене аппақ емес, кір сияқты болып тұрған сияқты. Мен жуып тастадым, стиралкаға салып. Содан кейін қызыл бантигін алдым. Ертең Алимханда да, Алидада да утренник болады 8 мартқа. Мен барамын. Солай. Мінеки алған көйлек осындай. Мынандай көйлек алдым. Енді таппай іздеп 15 мыңнан бар екен, 20 мыңнан неше түрлі көйлектер. Осыны таптым. 5,5 алдым. Мынандай Версаль деген. Мынандай 110 размерге болады. Енді Алидаға кішкене үлкен бола ма, қазір көреміз. Ол қазір қыз садикта, келгеннен киіп көрсетемін. Жуып қойдым, кепті. Маған өзіме ұнады. Необычный көйлек. Ойбай. Енді қазір ертең утренникке киіп барады, сол кезде енді киіп фотосын көрсетемін. Бәрібір ақ көйлек керек енді. Пиндоододан заказ бергенде 2 көйлек болса да тұра береді. Өзі жақсы көреді осындай пышный көйлектерді. Солай. Маған ұнады, жеңіске де ұнады. Енді қызға да ұнайды деген сенімдемін. Әдемі көйлек. Жаңа жылда да киюге болады.